тоқтатпа. Бірде Ақтангер деген аңшы болыпты. Ол аң аулап күн көреді екен. Бірде бір көлге келеді. Жалғыз аққуды көреді. Аққуды атпақшы болып, мылтығын кезей бергенде періштелер атпа деп айқайлайды. Аңшы кім айқайлағанын түсінбейді. Жан-жағына қараса ешкім жоқ екен. Қағыс естіген болармын дейді. Екінші рет мылтығын кезей бергенде періштелер атпа деп дауыс шығады. Аңшы бұл жолы да жан-жағына қарайды. Үшінші рет оқтала бергенде шүртпені басып қалады. Періштелер мылтығын қағып жібереді. Оқ қисық ұшып, аққудың аяғына тиеді. Аққу сұңқылдап ұшып, көзден ғайып болады. Аңшы өмірден бақытсыз болып өтіпті. Қазақ арасында аққуды атпа деген тыйым осыдан қалыпты.